Қайырлы кеш, қайырлы түн ханымдар. Дәл қазір тақырыпты жазып жатырмын. Қайырлы түн. Қош келдіңіздер парақшама, қош келдіңіздер эфиріме. Тақырып жазылмай жатыр, жоқ болып келіп жатыр. Прикрепление болмай жатыр, ханымдар. Қосыла беріңіздер, 1-2 минутта эфирді бастаймын. Тек мына тақырыпты жазылмай жатырмын. Жоқ болып кетіп жатыр жазған дүнием. Қызық. Көп сұрақ бола бермесінші эфирдің тақырыбын жазып қояйыншы деген едім. Жазылмады. Қайырлы түн, ханымдар. Айжан ханым, сәлеметсіз бе дейді. Қазір 1-2 минутта бастаймыз, иә? Кішкене қосылсын, ханымдар. Қазір картамен жұмыс жасаймыз, көмек картасымен бірден. Сондықтан қағазбен қолдарыңызға қаламдарыңызды дайындап қойыңыздар. Мен есіліп тұрмын ба өзі? Жақсы көрініп есіліп тұрмын ба? Соны айтыңыздаршы. Міне, жаздым. Асыға күтіп отырмын дейді. Өте керемет. Қуаныштымын. Асыға күткен дүниеңіз сізге қайырлы да пайдалы болады деген ниеттемін. Міне, енді прикрепление болды-ау деймін. Бүгінгі тақырып өз-өзімізге деген сенімділікті жоғарылату. Эфиріміз ары кетсе 30 минут болады. Эфир уақытында тікелей сіздермен жұмыс жасаймыз. Жай ғана техниканы беріп қоймаймын. Арнайы 5 сұрақ болады қазір. 5 сұрақ. 5 сұрақ бойынша карталармен жұмыс жасаймыз. Бірінші, айқындау үшін әрі қарай өте бір оңай техника беремін. Оны өмірлеріңізде өздеріңіз орындайсыздар, егер қажет десеңіздер. Кеш жарық. Майра ханым, қайырлы кеш. Асықпай айтау, жай отырсыз, сызылып отырсыз, бір сондай бір майысып отырсыз демеу үшін тезде және жайде айтпаймын. Орташа, мен өзім қандаймын, қалай сөйлеймін, солай енді қабылдауларыңыз сіздерге байланысты. Қайырлы кеш, жаңа қосылып жатқан ханымдар. Жүрекшені басып жіберіңіздер, егер мені жақсы естіліп тыңдап тұрсаңыздар. Не қашан дейді? Міне қазір бастайын деп жатырмын. Бастысы адамдар жиналсын деп жатырмын. Рахмет жүрекшелеріңізге. Онда барлығы естіліп тұр деген сөз. Ал кеттік. Қалам, дәптерлеріңіз дайын ба? Соны айтыңыздаршы. Рахмет. Комплиментті қабылдағанды жақсы көремін. Әдемі екенсіз деп жазып жатыр. Үлкен рахмет жүрекшелеріңізге. Кеттік. Сонымен дайын ғой, Қазір ең басты сұрақ, бүгінгі тақырып бойынша өз-өзімізге деген сенімділікті жоғарылату. Өз-өзімізге деген сенімділік ол не өзі, Мен де қуаныштымын. Деген не? Ол неден құралады? Басты себептер, біріншісі ол өз-өзімізге деген махаббаттан құралады. Өз-өзімізге бағытталған махаббаттан. Және ол махаббатымыз бірінші өз-өзімізге бағытталса, екінші әлемге бағытталған махаббаттан құралады. Ол әлемнің ішіне барлығы кіреді. Екінші, ішкі құндылықтарымыз, ішкі намысымыз. Бұлай айтқанда, қаншалықты біз өзімізді құнды санаймыз, қаншалықты біз өз намысымызды қорғай аламыз басқаның алдында. Және
ішкі құндылықтарымызды сезе отыра, оны әлемге көрсете білу. Бұл өз-өзімізге деген сенімділіктің бір түрі. Ал ары қарай жалғастырсақ, бір ішкі еркіндік деп атасақ. Ішкі еркіндігіміз ол өзіміздің ойымызды, пікірімізді, сөзімізді, айтар арман мен мақсат тілектерімізді еркін жеткізе білу. Сол арқылы басқа мен туралы не ойлап тұр екен? Мен туралы жаман ойлап тұр ма? Немесе мен қате айтып жатырмын ба? Немесе дұрыс істеп жатырмын ба, істемей жатырмын ба? Деген ішкі ойлардың пайда болмауы. Еркін өз ой пікірлеріңізді жеткізе алуыңыз. Және соңғысы, өз-өзімізге сенімді болудың соңғы этапы десек те болады, ол өз шекарамызды сақтай білу. Бірінші сақтай білудің алдында өз шекарамызды айқындай білу. Одан кейін оны сақтап, және де басқаның шекарасын сыйлай білу. Осы арқылы өз-өзімізге деген сенімділік әрдайым жоғарылап отырады. Сол себептен дәл қазір картамен, көмек картасымен жұмыс жасаймыз. Картамен қалай жұмыс жасаймыз? Бірінші сұрақ қоямыз. Ішіңізден немесе дауыстап қоюға болады. Картаға қарайсыз, не көріп тұрғаныңызды бірінші көресіз. Былай айтқанда, өз сөзіңізбен немесе ойыңызды айтасыз. Және сұраққа тағы да сұрақ қоясыз. Сол арқылы миыңызға бірінші, екінші секундтарда қандай жауап келді? Сол жауап түп санадан келген өте дұрыс жауап. Тек соны қабылдай біліңіз. Жоқ, ондай емес деп, ол келген жауапты итеріп тастамай, мән беріңіз, е? Ал техниканы бастаймыз. Бірінші сұрақ. Өз-өзіңізге деген сенімділік ол не? Арнайы карталар дайындап қойғамын, мен шығарамын. Сұрақ қайталап отырмын. Өз-өзіңізге деген сенімділік ол не? Өзіңізге қойған кезде, өз-өзіме деген сенімділік ол не деп қоясыз? Кеттік. Көрініп тұр ме? Ханымдар, өз-өзімізге деген сенімділік. Комментарийға жазып жіберсеңіздер, нақты жауап қандай болды екен? Маған да өте қызықты. Өз-өзімізге деген сенімділік ол не? Бұл бірінші карта. Барлықтарыңыз көрдіңіздер деп ойлаймын. Комментарийға жазыңыздар, немесе қағаздарыңызға жазып алыңыздар. Ең ерік жігері мықты, сондай сенімді ханымдар комментарийға жазады деген ойым бар, өз-өзіне сенімді. Күш ат дейді, жеңіл қанаттай, ұшу сұлу дейді. Жолбарыс дейді, жылқының басы дейді, еркіндік, тұлпар дейді. Бұл нақты фотода көріп тұрген суретіңіз. Ал қандай жауап алдыңыздар? Өз-өзіме деген сенімділік ол не? Деген сәтте суреттен, мына картадан қандай жауап алдыңыздар? Батылдықты міне көріп тұрмын. Құстай ұшу дейді. Нақты қандай жауап көріп тұрсыздар? Өзім дейді. Еркіндік сезімі, міне. Алға қарай қадам басу, биікке самғау, өзіңді жақсы көру, бостандық. Қандай керемет жауаптар? Сұлу, нәзік, сабырлық, өзіңді өз қанатын астына алу дейді. Еркіндік, құстай ұшу, жігерлік, тік мінез. Қорғаныш, кімнен қорғаныш? Мықты күш пен әсемділік, еркіндік. Керемет ханымдар. Рахмет жауаптарыңызға. Ал енді ары қарай кеттік. Келесі сұрақ, келесі карта. Рахмет. Келесі сұрақ.
Керемет. Келесі сұрақ. Сіз өз-өзіңізге сенімдісіз бе? Өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен өз-өзіме сенімдімін бе? Карта. Мен өз-өзіме сенімдімін бе? Қанымдар, не көріп тұрсыздар? Жауап қандай? Мен өз-өзіме сенімдімін бе? Жоқ дейді. Я сенімдімін дейді. Жоқ. Жоқ дейді. Неліктен жоқ болып жатыр? Неге я болып жатыр? Ашып көріңіздер, ішін өздеріңізге. Жалқау дейді, жоқ дейді, жоқ дейді. Рахмет жауаптарыңызға. Бұл екінші сұрақ болды. Сіз өз-өзіңізге сенімдісіз бе деген. Сенімсізбін дейді. Ал енді үшінші сұрақ. Сіз өз-өзіңізге сенімді болуға не кедергі? Өз-өзіңізге сенімді болуға не кедергі? Картамызда болмай қалдым ғой. Ал кеттік. Өз-өзіңізге сенімді болуға не кедергі? Бұл төртінші сұрақ. Жоқ, үшінші сұрақ, е? Үшінші сұрақ, үшінші карта. Сіз өз-өзіңізге сенімді болуға не кедергі? Мен өз-өзіме сенімді болуға не кедергі деңізде, осы картаға сұрақты қойыңызда, бірінші келген жауапты қараңыз. Тұйық өзімен өзі ашылмаған дейді. Өз-өзіңізге сенімді болуға не кедергі? Қандай кедергі көріп тұрсыздар? Қорқыныш. Құс дейді. Құс сізге не білдіреді? Қорқыныш. Еріншектік. Қорқыныш. Орта. Қорқыныш дейді. Сыпи деген не ол? Ұялшақтық. Қоршаған орта. Қорқыныш. Сенімдімін, еркін жүзе аламын дейді. Қасындағы қара ниетті адамдар дейді. Баладан шыға алмаймын дейді. Қорқу, кедергі жасау, жүзу білмегендіктен, бастаған істі аяғына дейін жеткізе алмау, балалық шақ, батылдық жоқ дейді. Критика. Қорқыныш. Көптеріңізде бұл жерден қорқыныш көріп тұрсыздар, е? Ал ары қарай кеттік. Өздеріңізге жазып отырыңыздар. Бұл анализ жасауға өте көмектесетін техника. Мен сіздермен тікелей картамен жұмыс жасап отырмын. Бұл сіздердің жеке өздеріңіздің түп саналарыңыздан шығып жатқан шынайы, нақты ақпарат. Біреудің қатысы жоқ, ешқандай. Ал ары қарай кеттік. Өз-өзіңізге сенімді болуға не көмектеседі? Өз-өзіңізге сенімді болуға не көмектеседі? Ханымдар, өз-өзіңізге сенімді болуға не көмектеседі? Қандай жауап алып тұрсыздар мына картаның суретінен? Ақша дейді. Ой, жазбадым, эфир сақтаңызшы дейді. Сенімділік. Әрине сақтаймын. Күш жігерім білімім дейді. Көмектеседі дейді. Әпкем балаларыммен көмектеседі дейді. Анамның қолдауы. Ата-анам. Білім. Миым. Ана. Түсінбей жатырмын дейді. Эфирді қайталап көріңіз. Түсінбей жатсаңыз, қазір сақтап қоям. Анам, бауырларым.
Білім көмектеседі, далаға шығу, алға аяқ басу, қорқынышқа қарсы жүру көмектеседі дейді. Жаңа ғана сіз қорқыныш деп жазған едіңіз, е? Керемет. Ал енді соңғы сұрақ, соңғы карта. Миым, басым, әже көріп дейді. Әже көріп тұрсыз ғой, ақыл, білімім дейді. Отбасының амандығы, бірлігі, керемет. Жақсы, ары қарай кеттік. Енді соңғы сұрақ, өз-өзіңізге сенімді болу үшін не істейтін ойыңыз бар? Өз-өзіңізге сенімді болу үшін не істейтін ойыңыз бар? Соңғы карта. Өз-өзіңізге сенімді болу үшін не істейтін ойыңыз бар? Мына картадан жауап алып көріңіздер түп саналарыңыздан. Жұмыс дейді. Әрі қарай. Жұмыс. Алдыма мақсат қой, өзімнен көп жұмыс жасау. Көп оқу дейді. Оқимын, ізденіс дейді. Ортаға қарау керек дейді. Зона комфортадан шығу, шықпаңыз, оны кеңейтіңіз. Ешкімді тыңдамай өз қалауыммен өмір сүру дейді. Достарды арттыру. Аппақ қар дейді. Аппақ қардан көмек алатын ойыңыз бар ма? Білімімді көбейтемін дейді. Өзімді дамыту, оқу, білім әрине дейді. Білім алу, сананы ашу. Өте керемет, ханымдар, жауаптарыңызға алғысымды айтамын. Әрі қарай келіп жатыр. Жұмыс табу, кітап оқу, таза ауада жүру, жақсы орта. Бастысы қазір жауаптарын жазып алыңыздар да, өздеріңіз анализ жасаңыздар. Бұл сіздердің, тағы да айтамын, түп санадан келіп жатқан, тек сіздерге арналған жауаптар. Жетістікке жету, дос дейді, күш жігер. Керемет, қуаныштымын. Ары қарай кетті, ханымдар. Бұл картамен жұмыс бітті. 5 сұрақ. 5 сұрақтан қазір үлкен анализ жасайтын өздеріңізге жауап ала алдыңыздар. Бұл өз-өздеріңізге сенімді болуға бір қадам десек те болады. Әрине, өз-өзімізге сенімді болу, ол әр жақты дүние. Ол тек қана бір ғана қабілетті жоғарылату емес. Сондықтан бағанағы жоғарыда айтқан дүнием 4 бөлікке, әсіресе басты бөліктерін айттым. Ол өз-өзіңізге деген махаббат, ол өзіңіздің құндылықтарыңыз, намысыңыз, ол ішкі еркіндігіңіз және шекараңыз. Бұлар дегеніміз, бұлармен қарым-қатынас, бұл анамен қарым-қатынас. Екінші, әкемен қарым-қатынасқа жататын дүние, сіздің құндылығыңызды жоғарылататын. Үшінші, ол орта, еркін ой пікіріңізді білдіре алатын. Және шекара, ол сіздің де, өзіңіздің де, және басқаның да шекарасын сақтай білу. Енді бұның бәрін ашып жатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Соңғы техника. Бұл жазбаша түрде болады. Өздеріңіз қалаған уақытта орындаңыздар 1 апта көлемінде. 1 апта көлемінде, бірінші, бүгін отырып, тізім жазыңыздар. Бір ақ қағазда алып. Ол ақ қағаз күнделікті өзіңіздің көзіңізге көрінетін жерде тұрсын. Өйткені күнделікті есіңізге түсіп кеткен кезде, ол тізімді ары қарай қосып отыруыңыз мүмкін. Және екінші қағазға қажет болады, ол жерге есеп жасасыз. Бұл айтқанда әсеріңізбен, есебіңізбен бөлісесіз. Жақсы, рахмет, ары қарай жалғастырдық. Бұл жерде не істейміз? Қандай тізім құрамыз? Біріншіден, өз-өзіңізге сенімділікті жоғарылату үшін күнделікті автоматты түрде орындайтын істерді басқаша орындап, өз-өзіңіздің ерік жігеріңізді, өз-өзіңізге деген махаббатты жоғарылатып, өз-өзіңізге деген мақтанышты көтеру. Өз-өзімізді мақтай, қалай айтсақ болады, бір істі басқаша жасаған кезде, ол іске біріншіден біз
басқа көзбен қараймыз, басқа сезіммен қараймыз және басқаша эмоциялар аламыз. Дәл сол сияқты. Бұл қандай істер деп отырсыздар ғой. Жай ғана мысалдар келтірейін. Біріншіден, күнделікті егер жұмысыңызға баратын жолыңыз бір болса, бір жолмен барасыз және қайтасыз. Сол жолды өзгертіп көріңіз. Басқа маршрутпен барыңыз. Пересадкамен барасыз ба, мүмкін көлікте жүрсеңіз, басқа жолмен жүріп көріңіз. Біріншіден, бұл кішкене дискомфорт әкеледі бізге. Не болады, ол қалай болады деген сияқты, және сол жолды өтіп жеткеннен кейін сіз өз-өзіңізге деген бір мақтанышты байқайсыз. Мына жерде біріншіден өзіңізге көп жаңалық ашасыз. Осыған дейін байқамай жүрген дүниелерді байқайтын боласыз. Немесе жаңадан жолда басқа бір адамдарды кездестіріп те қалуыңыз мүмкін. Бәрі мүмкін. Бұл бір енді себеп, Немесе күнделікті автоматты түрде таңертең шай жасаған кезде басқаша жасап көріңіз. Мүмкін музыка қосып жасап көресіз бе? Мүмкін басқа бір бетіңізге маска жасап алып таңғасыңызды орындайсыз ба? Әсеріңізді және күнделікті әдетіңізді өзгерту. Былай айтқанда, автоматты түрде орындайтын. Ұйықтар алдында егер сіз жай ғана барып бетіңізді жуып, тісіңізді жуып ұйықтайтын болсаңыз, бүгін ұйықтар алдында бір 5 минут, бір бет болса да кітап оқып ұйықтап көріңіз. Қандай болады екен? Әсеріңіз қандай болады екен? Ұйқыңыз қандай болады екен? Немесе үйді кішкене болса да ауа кіргізіп, терезе есікті ашып дегендей. Енді бұл күнделікті өмірдегі іс-әрекеттер. Ол арқылы біз не істейміз? Бірінші тізім құрасыз. Күнделікті автоматты түрде істейтін істерім. Айқындап алыңыз. Бір 10 істі айқындап алыңыз. Екінші, ақ қағазға жазыңыз. Менің күнделікті өзгертетін істерім деп. Сол жерге нақты тізімнің жанында күнде есеп жазып отырасыз. Мен мынаны істедім, өзгертіп көрдім. Бірақ бірінші бірден 10 істі бір күнге қоймай, біреуден, екеуден, үшеуден бастаңыз. Өйткені бірден ерік-жігеріңіз төмен түсіп кетіп, жасағыңыз келмей, жалқаулық басып кетуі мүмкін. Жарайды, келесіде жасармын деп. Сіздер мені естіп жатсыздар ма? Комментарийда жүректерде тоқтап қалды. Ханымдар, мен сөйлеп жатырмын. Жүрекшелерді көріп тұрмын. Онда естіп жатсыз, смайлап жібере қойсаңыздар, немесе жүрекшені баса қойыңыздар. Өз-өзімен сөйлесіп жатқандай бір эффект болмасын. Рахмет үлкен. Сонымен арғай жалғастырып жатырмын. Күнделікті істі өзгертіп көріңіз. Ең басында енді 10 демей қояйын, бір 3-ін өзгертіп көріңізші. Оның әсері қандай болады? Бірінші, өз-өзіңізге деген сенімділікті жоғарылатуға несімен себеп деулеріңіз мүмкін. Ол өз-өзіңізді мақтау арқылы, басқа істі көру арқылы, жүрегіңізді басқа бір дүниеге ашу арқылы, былай айтқанда, сенімділігіңізді жоғарылатасыз. Ол ең бірінші пункт, өз-өзімізге деген махаббат арқылы деген айтып кеткем жоғарыда. Осы арқылы, осы техниканы орындау арқылы өмірлеріңізге өзгеріс шақырып көріңіздер. Тізім жазу бір 5 минут кетеді. Күнделікті есеп, өз-өзіңізге есеп беру. Ар кетсе 1 минут кетеді. Сол арқылы бір авторитетіңіз өз көзіңіздің алдыңызда, өзіңіздің авторитетіңіз жоғарылап, сенімділігіңіз жоғарылайды. Міне, осыны менің айтар дүнием бітті, аяқталды. Тез сөйлегенде осы, өйткені бірден көп созбай әңгімені нақтысымен, нақты жұмысты іске асырайын деген ойым ғой. Сонымен ханымдар, сіздерге түсінікті ме? Бүгінгі қандай ой түйдіңіздер? Жаңа ғана тікелей эфирде техниканы орындай отыра карталармен. Сіздерден кері байланыс 1-2 минут. Содан кейін сұрақтарыңызға жауап беремін. Тағы 10 минут. Сонымен эфиріміз аяқталады. Сонымен ханымдар, қандай ой түйдіңіздер? Қандай әсердесіздер? Қандай сезімдесіздер? Қандай эмоциядасыздар? Рахмет дейді. Өте қуаныштымын, егер сіздерге қажеті болып, бұл істіңде бір үлкен бір
үлкен емес, бір аз да болса да түсінікке келулеріңізге өздеріңіз туралы көмектесіп жатсам. Бұл менің басты миссиям. Карта бітті. Өз-өзімізбен жұмыс жасау дейді, түсінікті дейді. Қуаныштымыз үшін. Сонда санды 1-ден 10 аралығында бағалаймыз ба? Балмен дейді. Қандай санды? Жолбарыс таңдау. Ой. Айка ханым, түк ұқпадым дейді. Эфирді онда қайта қараңыз. 1-ден информацияны қабылдау қабілеті жоқ болып тұр ғой сізде. Жолбарыс таңдауым қандай дейді. 16 түсінбедім, қандай жолбарыс. Не кедергі болып тұрған түсіндім дейді. Өте қуаныштым. Сенімділікпен тек алға қарай жүру дейді. Керемет. Тамаша, өзіндік бағалауды жоғарлату, рахмет. Әрине, жолбарыс нені білдіреді дейді. Қандай жолбарысты айтып тұрсыз? Кейде екенін тағы білдім дейді. Майра ханым, қуаныштымыз үшін. Күнделікті ісімізге есеп беру керек екен. Есеп беру емес. Мәселем сол істе басқаша автоматты түрде орындайтын ісіңізді басқаша орындау арқылы басқа бір эмоция мен сезімге қалай бөленесіз. Қаншалықты ол іс сізге автоматты түрде өміріңізге сіңіп кеткен. Соны байқауға мүмкіндік береді. Сақтаймын. Жақсы, егер ойланатын дүниелер көп алдағы уақытта. Рахмет, жүрегіме сұрақ қою, жүрекпен жұмыс жасау дейді. Керемет, білімімізді жоғарлату, өзімізбен жұмыс жасау. Ортада еркін сөйлеуді қалай жеңуге болады? Міне өз-өзіміздің сенімділік деген бүгін өзі эфирдің тақырыбы. Жаңа ғана мен техниканы бердім. Бірінші жоғарлатыңыз, содан кейін еркін сөйлейтін боласыз. Әрине, керемет. Картадағы жолбарыс дейді. Мен білмеймін сізге ол жолбарыс нені білдіретін. Сіз жолбарыс көріп тұрсыз, басқа адамдар одан ат көріп тұр. Біреуі басқа бір дүниені көріп тұр. Сондықтан бұл сіздің қазіргі түп санаңыздың беріп тұрған жауабы. Сіз үшін жолбарыс деген нені білдіреді? Мен білмеймін ғой. Мұқият тыңдауға тырысыңыз, Айка ханым. Неге түсінбегеніңізді білмедім. Нақты қай жерін түсінбедіңіз? Карта қорқынышқа тіке қарап, соңында қорқынышты көңілді әрекетке, қуанышқа трансформациялау керек деген ой келді дейді. Керемет. Менің қолымнан бәрі келеді. Қандай жағдай болса да дейді. Қуаныштым. Егерде күнделікті жұмысқа пересадкамен барып жүрсем, қалай басқалай. Мен сіздерге жай ғана мысал келтірдім. Міндетті түрде дәл содан бастаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Кішкентай істен бастаңыз. Қаншалықты өз-өзіңізді өзгерте алатындай мүмкіндік болатындай. Егер күнделікті қара түсті киімді киетін болсаңыз, бір күн болса да өте ашық түсті киім киіп көріңіз. Өзіңізді қалай сезінетіңізді байқап көріңіз. Бұның барлығы анализ өзіміз туралы. Біреу сізге ол дүниені айтып бере алмайды. Тек өз-өзіңізге өзіңіз жауап бере аласыз. Сонымен ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Нақты осы тақырыпқа келетін. Өте қуаныштым. Түсіндім дейді. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, мен эфирді аяқтайын. Көп сөзбен, жай әңгімемен эфирді толтырғым келмейді. Өйткені бұл видеоны мен YouTube каналыма салып отырамын. YouTube каналымда осыған дейін өткен барлық тікелей эфирлерім сақталған. Әр тақырып бойынша. Мен сізге де Алла разы болсын. Рахмет жүрекшілеріңізге. Кетпеңізші дейді. Сау болыңыз дейді бір адам.
Айка ханым, сіз үшін басқа ханымдар жауапты емес, сондықтан эфирді қайтадан қараңыз. 10 рет қарасаңыз да мүмкін бір түсінікке келерсіз. Өз-өзіңізбен жұмыс жасаңыз, басқа біреулерге жауапкершілікті артып жібертпей. Сәлеметсіз бе деп жатыр мына жақта эфир аяқталып жатқан кезде. Сонымен ханымдар, егер сұрақтарыңыз болмаса, мен қоштасамын сіздерге. Барлық жақсылықты тілеймін. Бүгін жұмада тілеген дұға тілектеріңіздің барлығы қабыл болып, келесі сенбі, жексенбідегі өткізетін демалыстарыңыз өте мәнді де және нәтижелі өтсін. Ең бастысы, ішкі сезімдеріңізбен жұмыс жасап, өмірдің ләззаты мен рахатына бөленіңіздер. Кет, болды, рахмет. Барлығы сау болыңыз деп жатыр. Сау болыңыздар.